Өнер қырандары театрының актерлері кино саласында да өздерін сынап көрді. Олар көрермен назарына Молда фильмін ұсынды. Кинокартина жастарды имандылыққа үндейді. Сценарий тұтастай күнделікті өмірден алынбаса да, кейбір эпизодтарда шынайылық бар. Мәселен, жалғыз басты әженің тағдыры шын өмірде болған. Анығын айтайын, ал сіз каналға тіркеліңіз. Әжейдің кейпі басты рөл болмаса да, көрерменнің жүрегін елжіретіп жібереді. Ұлын ұзақ жыл күтіп, есінен ауысқан кейуана күн сайын дүкеннен азық-түлік сатып алып, дастархан жаяды. Жол жөнекей мешіттегі имамға амандасып, ұлын бірге қарсылауға шақырады. Дәл осы эпизодты белгілі жайдарманшы, сценарист Данияр Бекжанов ұсынған. Бұл туралы ол өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында жазды. Айтуынша, жалғыз басты әжей оның ауылдасы болған. Ұлы әскерге кетіп, қайтып оралмаған. Жүрегі қан жылаған ана үмітін үзбей ұзақ жыл күткен екен. Күте-күте ақылынан адаса бастапты. Күн сайын дастархан жайып, ұлын күтумен болған. Тіпті ұлына арнап көлік сатып алған. Оны ешкімге ұстатпай, гаражға сақтап қойыпты. Оның іс-әрекеті мен бет-бейнесі әлі есімде, дейді жайдарманшы. Данияр киноның сценарийін жазу барысында осы оқиғаны қосуды ұсынған. Шығармашылық топ бұл ұсынысқа қолдау білдірген. Осылай жалғыз басты әжейдің ауыр тағдыры кинотаспаға түсті.